Армысыздар, құрметті оқырман. Бізде Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында кезекті түсірілім. Өздеріңізге мәлім әділетті қоғам жобасы аясында біз бүгінгі кезекті сұхбатымызды жүргізуге келіп отырмыз. Бүгінгі біздің басты қонағымыз Қазақстан журналистер одағы мүшесі, Қазақстан ақпарат саласының үздігі, құрмет орденінің иегері, белгілі қаламгер, біздің Көкше өңірінің қаламын ұстап, руханиятына қадау-қадау қызмет етіп жүрген азаматтардың бірегейі Бақыт Смағұл ағамызбен жүздесіп отырмыз. Аға, енді сіздің мынау азат ойлы журналист ретінде де өзіңіздің өткір пікіріңізді, өзекті мәселелеріңізді көтеріп жүргеніңізге куәгерміз. Жалпы осы әділетті қоғам жобасы аясында енді өзіңіз Ақ Жол партиясының белгілі біздің өңірдегі тұлғасы ретінде жалпы бүгінгі саяси партиялардың әділетті қоғам құрудағы жасап жатқан еңбектеріне, бастамаларына тоқталып өтсеңіз. Енді жалпы мен ойлаймын, мынау шығыс данасы Жүсіп Балақонағының өзінің бір даналық сөзінде былай дейді: әмірші дейді, қоластындағы қазына иесінің ұрлығын көрсе, дереу әшкере ету керек дейді. Бүк болса, оның өзі де ұры дейді. Сол сияқты мен ойлаймын, тәуелсіздік алғанымызға, азат ел болғанымызға 30 жылдың жүзі болды. Осы 30 жылдың ішінде әділетті Қазақстан, әділ тұлғаны қалыптастыру мәселесі ең өзекті, келелі мәселенің бірін айналып отыр. Өйткені біздің қоғамымызда сол 30 жылдың айналасында әлі де болса сол жемқорлықтың уыты, жемқорлықтың кеселі әлі толық арылған жоқпыз. Өйткені осы тәуелсіздік алғаннан бергі жылдары қаншама біздің жаңа жеріміздің астының да үстінің де байлығы тістегеннің қолында, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, осының барлығы жаңа сыбайластық, жемқорлық мәселесі. Бұл енді қоғамымыздағы адал адамды, адал тұлғаны жаңағы тәрбиелеу мәселесінің кемшін түсіп жатқанын көрсетеді. Өйткені биліктегі адамдар, үкімет билігінде болсын, жаңағы мемлекеттік билікте болсын, ол адамдар жаңағы халықтың қақысын жемеу керек, жаңағы халықтың ортақ қазанындағы игілікке қол сұқпау керек деп ойлаймын. Сондықтан да мына 30 жылдың айналасында әлі де болса бізге сананы тәрбиелейтін, рухты жаңағы жан қайрайтын мәселелер өте көп. Соның бірі осы адалдық, жаңағы әділдік деген сияқты мәселелер. Өйткені қазақ мұндай ұғымға ерекше мән берген, адалдық пен әділдікке. Әділдік болмаған жерде жаңағыдай жақсылық болмайды, жарқын өмір болмайды деген сияқты. Сондықтан да мынау енді адал тұлғаның, әділетті Қазақстанның бүгінгі қалыптасып жатқан қоғамның үрдісінде жаңағы адал тұлғалар қалыптастыру мәселесі. Бұл енді жаңағы бірден жаңағы мемлекет билігіндегі адамдарды ғана тәрбиелеу емес, бұл енді жаңағы біздің бесіктен белі шықпаған жаңағы балабақшада жүрген кішкентай сәбилерден бастап мектеп жасындағы балалар, одан кейінгі мынау үлкен қоғамның жалпы осы тұлғалары болатын барлық адамдарға осы сананы өзгерту мәселесі мен ойлаймын өте қажет деп ойлаймын. Өйткені сана өзгермей жаңағы әділдік болмайды. Өйткені сананың жаңағы осындай бір әлі де болса бір жаңағы масылдық пиғылдан арыла алмай келе жатқандығымыздың бір сыры осы. Сондықтан да мен ойлаймын, енді ел боламыз десек, ең бірінші етегімізді жинап, еңсемізді көтеріп, жаңағы ұлтымыздың жаңа тілі бар, рухы бар, соларды жаңағы бір жаңаша биікке көтеру үшін мен ойлаймын, ең алдымен әділдік керек. Әділдік болмаған жерде әділетті Қазақстанда болмайды. Сондықтан да әділетті Қазақстанды қалыптастыру бұл енді бүгінгі биліктің негізгі ұстанымы болып отырған кезде, кешегі қаңтар оқиғасынан кейін осындай бір жаңаша бір бастамалар көтеріп, жаңаша бір қоғамға қадам басып жатқан кезде мен ойлаймын, жаңағы біздің ел билігінде жүрген, ел тізгінін ұстап жүрген бауырларымызға жаңағы соларға үлкен бір ойлану керек сияқты. Өйткені енді қанша дегенмен жаңағы кешегі өткен биліктің жаңағы қаншама бір кеселдерін айтып жатырмыз. Өткен 30 жылда қаншама жаңағы біздің қаншама байлықтарымыздың шетелге тасып, шетелге алып кеткенін де айтып жатырмыз. Бірақ енді міне жаңа билік келгеннен кейін, жаңа бір Қазақстанға бет бұрып жатқан кезде не өзгерді мысалы? Осы жемқорлық мәселесі әлде сол кемшін тұсында қалып отыр. Енді қазір қарасаң, әлеуметтік желіге қарасаң да өзі ана жерде ұрлады, мына жерде ұрлады, мына жерде жаңағы күнде ұсталды деген, ұсталды деген оқиғалардан жаңағы құлағың тұнады әңгімелерден. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жаңағы сана, ең алдымен сана түзелу керек.
адамның жаңағы өзінің еліне деген, өзінің жұртына деген, өзінің туған мемлекетіне деген бір жанашырлық сезім болмай, адамның жүрегінде жаңағыдай елге деген жанашырлық болмай, адалдық деген ол жаңағы мақұрым болады. Ал енді жаңағы әділетті қоғамда адам өзін әділетті қылып тәрбиелеу үшін қандай ақыл кеңес бересіз біздің оқырмандарға, көрерменге? Енді ол әркімнің жаңағы өзінің болмыс бітіміне байланысты, өзінің ата тегіне байланысты деп ойлаймын. Енді қазақ тек дегенді жай қарамайды ғой текке. Сондықтан да әр адам жаңағы отбасындағы тәрбие, ол ең алдымен ошақ қасындағы тәрбие, сол адам ұядан шыққан кезде соны іледі ғой, сол ілімді де, білімді де, тәрбиені де. Ол негізі сол бүкіл жаңағы тәлім тәрбиенің өзегі отбасы болу керек деп ойлаймын. Өйткені отбасы қазір бізде жаңағы атаның ұлағаты, әженің өнегесі дегеннен айырылып қалдық. Жаңағы отбасындағы әке мен ананың да орны жаңа ой сұрап тұр. Сондықтан да осының барлығы жаңағы әділдікке де, адалдыққа да тікелей әсерін тигізіп жатыр. Қазір жаңағы біздегі немен өз ата-анасына қарамайтын, өз ата-анасына жаңағы немен теріс көзқараспен қарайтын тұлғалардың қалыптасып қалуы бәрі осы. Өйткені жаңағы бізге батыстың биедеп мәдениеті әсер етіп жатыр. Жаңағы солардан тәрбие алып жатыр біздің ұялы телефон арқылы біздің жастарымыз, балаларымыз. Сондықтан да мен ойлаймын, ең алдымен отбасы ошақ қасындағы тәрбие мықты болса, одан тәрбиелеп өсіп шыққан тұлға мысалы ертең елдің негізгі тірегі бола алады деп ойлаймын. Рахмет сұхбаттасқаныңызға. Құрметті оқырман, әділетті қоғам қалыптастыру үшін отбасы құндылығы, туыстық қарым-қатынасты және қоғамдағы өз орынды айшықтау үшін әрқайсымызға білікті білім, өжет мінез қажет. Сондықтан әрқайсыларыңызды Бақыт ағамыз сияқты елдегі арқа тұтар азаматтардың ақыл кеңесін тыңдап, солардың жазбасынан тұшынып оқып, ой түйіп, саналарыңызды әрқашан қажетті біліммен, қажетті нәрмен сусындатып отыруға шақырамыз. Келесі сұхбатта кездескенше аман сау болыңыздар. Әділетті қоғамды сіз боп, біз боп бірге құрайық. Аман сау болыңыздар.